Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге өте дәмді, бір істегенде сәтті болып шығатын сметаниктің рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға 350 грамм ұнымызды саламыз, үстінен сары майымызды саламыз. Егер сары майларыңыз қатты болса, теркадан өткізсеңіздер болады. Жұмсақ болса, осы ұнмен араластырып отырып, мыжып отырып, бір келкі крошка болғанша араластырамыз. Міне дәл осындай болады. Бір келкі осылай араласу керек. Басқа ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды саламыз, құмшекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, шым-шым тұзымызды салып. Араластырып болған соң, жаңағы ұнымыздың үстінен саламыз. Үстінен қопсытқышымызды салып араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісе кетсеңіз. Дәл осындай жұмсақтықта болады. Мұздатқышқа салып қоямыз жарты сағатқа. Енді ортасына салмасын дайындаймыз. 600 грамм қаймақ, жұмыртқамызды саламыз 4 дана, үстінен құмшекерімізді саламыз, шым-шым ванилин саламыз. Бір келкі араласқанша араластырамыз. Дәл осындай болады бір келкі араласқанда. Енді қамырымызды алып мұздатқыштан кольцоға жаямыз. Кольцоның размері 26 сантиметр. Қамырымызды дәл осылай жайып алып, үстінен жаңағы дайындаған сметанамызды, яғни қаймағымызды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен соң міндетті түрде суыту керек. Суыған соң кесесіздер. Суымай тұрып кесуге болмайды. Толыққанды суы керек, яғни салқындауы керек. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір істегенде сәтті болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.